Рахмет, құрметті оқырмандар. Бүгін біз Дана сөз дара жол жобасы аясында еліміздің сыйлы азаматы Ақсақалдар кеңесінің мүшесі Төлекеев Қаратай Байкенұлымен сұхбат жүргізетін боламыз. Сәлеметсіз бе, Қаратай Байкенұлы? Қош келдіңіз. Енді өзіңіздің өмір жолыңызбен, өміріңіздегі ең үлгі болатындай қазіргі жастарға болған оқиғалармен бөліссеңіз. Бірінші сұрағымыз, халқымызда өмір ең үлкен ұста деген қанатты сөз бар. Сіздің өміріңіздегі ең үлкен сабақ қандай болды? Және сол тәжірибеден бүгінгі жастар нені үйрену керек деп ойлайсыз? Рахмет сұрағыңызға. Өте жақсы сұрақ екен. Өмір енді адам баласы дүниеге келгеннен кейін өмір бойы тәрбиелену керек деп ойлаймын мен. Жастарға да сол керек сияқты. Ал енді сол тәрбиенің басы ол енді ата-ана деп ойлаймын. Адам дүниеге келердің алдында құрсақ тәрбиесінен бастап тәрбиеленеді ғой. Содан кейін дүниеге келгеннен кейін ата-ана тәрбиелейді. Одан өсе келе жаңа қоршаған орта тәрбиелейді деген сияқты. Сол ақсақал болса да тәрбие ала беруден тайынбау керек. Оның ең бастысы қағидасы сол айтқан тәрбиені дұрыс ұғына білсе деп ойлаймын. Ата-ананың әңгімесін тыңдап, тәрбиесін тыңдап өскен бала жоғары жаңа жас келе мектеп қабырғасында болсын, институтта болсын, жоғары жаңа қызмет жасағанда болсын, сол ата-ананың кезіндегі құйып берген жақсылыққа деп жаңа үйреткен тәлім тәрбиесі ол өмір азығы болады. Сондықтан ата-ананы ең бірінші тыңдай білу керек деп ойлаймын. Рахмет жауабыңыз үшін. Қазақта қариясы бар ел, қазынасы бар ел деген сөз бар. Бүгінгі қоғамда ақсақалдың орны мен беделі қалай сақтап қалуға және келесі ұрпаққа қалай ол құндылықты жеткізуге болады деп ойлайсыз? Өте орынды сұрақ екен. Ақмола облысында ақсақалдар алқасы дейтін үлкен алқа бар. Оған төрағалық ететін Ермек Бекенұлы ағамыз бар. Сол кісі міне 2 жылдай болып қалды. Осы ақсақалдардан жиып, облыс бойынша 30 шақты ақсақалдар жиып, оларға кәдімгі өздерінің жұмыс жоспарларын қолдарына ұстатып қойған. Енді міне 2 жыл болды, жұмыс жасап жатыр. Мысалы, мен де өзім сол ақсақалдар алқасының мүшесімін. Және менің өзімнің жұмыс жасайтын мектебім IT мектебі. Сонда 90-на 1-2 рет барып, балаларменен сұхбат жасап, балалармен кездесу жұмыстарын жасап, қандай рухани жұмыстар бар, соның барлығына араласып отырамын. Бұл енді ақсақалдардың жастармен араласуы, жастарға ақыл кеңес беруі, бұл өте орынды іс. Себебі ақсақалдар енді жайдан жай ақсақал бола қалмайды ғой. Ол да бала болған, ол да жаңағы өмір жолының саты-сатысымен өткен, естігені, көргені, білгені өте көп. Соның барлығы қартайғанда жинақталады, жиналады. Міне соны өзімен алып кетпейді ғой енді. Соны балаларға тәрбие жөнінде жаңа ақыл кеңестерін беріп отырған құба-құп жұмыс істеймін. Сондықтан ақсақалдар қазір жастарға міндетті түрде керек. Рахмет, расымен де IT мектебінде, Әл-Фараби атындағы гимназия мектебінде көптеген тағылымды шаралар ұйымдастырдыңыз сіздің басшылығыңызбен. Сол өткізілген іс-шаралар келесі жас ұрпақтың дамуына, рухани жетілуіне үлкен үлесін қосты деп ойлаймын. Өмір жолыңызда талай адаммен жүздесіп, талай оқиғаның куәсі болғансыз. Солардың ішінде өмірлік ұстанымыңызды бүткіл өзгерткен немесе терең ойға қалдырған бір оқиғаны айтып бере аласыз ба? Айтайық. Енді мынау өмірдегі ұстаным дейсіз ғой. Жас бала кезінде мен 5-ші сыныптан бастап әртіс болуды өзім жүрегіме қатты тұрып байладым. Әртіс боламын өскенде деп. Сол енді 5-ші класстан бастап домбыра тарттым, жаңа кружоктарда, аудандарда, облыстарда өлең айттық. Солайдан жоғары 10-ші сыныпты бітіргеннен кейін Әл-Фараби атындағы музыкальный институтқа түстім мен. Дәстүрлі әншілер. Бірақ та Чымкенттің ауа райы маған жақпады. Бірақ аузым мұрнымнан қан кетіп, содан ВКК мені босатты. Келесі жылы Алматыға бардым. Ең бірінші ашылған Жүргенов атындағы академия бар ғой қазір. Соның актер драма театры и кино дейтін факультетіне түстім. Оны да жаңа аузым мұрнымнан қан кетіп 1 жыл оқыдым, өте жақсы оқыдым. Алайда жаңа жылдың соңында енді олай бола беру мүмкін емес қой, қансырап сценаға жүру. Тағы да тексерістен өткізді, Алматының климаты маған жақпады. Міне менің өмірімдегі
ең бір өкінішті сәт. Және өзімнің өмір бойы мына жүрегіме шегелеп тұрып қойған өзімнің осы мамандық болашақ алам ғой деп үміттеніп, сол жаңағы бүкіл арманымның барлығы да соныменен бітті. Алайда жерде қалғанымыз жоқ. Қазақ тілі әдебиеті факультетін бітірдім Абай атындағы сырттан. Сонымен жұмыс жасадық. 42 жыл стажым бар, еңбек өтілім менің. Осы міне бір өмір жолында жаңағы өзімнің бір алдыма қойған мақсатым еді. Жаңа мақсатым орындалмаған, алайда басқа жағынан, өмірдің басқа жағынан жол тартып өмір сүрдік. Рахмет үлкен. Келесі сұрағымыз, егер бүгінгі жас ұрпаққа өмір бойы жадында сақтайтын бір ғана өсиет айту керек болса, қандай өсиет берер едіңіз? Өсиеттер енді көп қой. Ата-ана айтып жатады, енді кітаптан оқып жатады балалар, мұғалімі де айтады өсиет. Студент болғанда профессор, аталар, ағалары да айтып жатады өсиет. Бірақ енді менен сұрап тұрғандықтан кейін менің айтар өсиетім, мынау қазіргі таңда мынау қазақ әдебиетінде архаизм, историзм дейтін бір сөз бар. Иә, білесіз ғой, оның барлығында көнерген сөздер дейміз ғой. Қазақ тілінің майын тамызып тұрып айтатын сөздердің көбі осыған кетіп баратқан сияқты. Сондықтан да қазір енді жастардың жаңағы қазақ тіліне түсінігі кішкене қиындау. Солай ма? Келісесіз ғой. Ал енді мынау өмірлік ұстаным жасайтындай бір ақыл айтатын болсам, бір ауыз сөз айтатын болсам, мынау ұят болады деген сөзді айтқым келеді мен өмірде. Себебі біз өзіміз, ата-аналарымыз сол кішкентайымыздан ұят болады мен үйретті. Мынаны істеуге болмайды, ұят болады. Үлкенді сыйлау керек, ұят болады. Кішіге көмектесу керек, әйтпесе ұят болады. Ала жіпті аттама, ұят болады. Көрдіңіз бе? Мына нәрсеге қызықпа, мына нәрсені айтпа, ұят болады. Міне осымен тәрбиелендік. Бұдан біз ешқандай жамандық көргеніміз жоқ. Өзімізді тежеуге үйрендік, мысалы, таңдауға үйретті, мысалы, ұят болады деген сөз. Мынаған барған дұрыс па, бармаған дұрыс па? Мынаны алған дұрыс па, алмаған дұрыс па? Сондықтан да жастарға мен айтарым, өзі бір қағидат сияқты алдарына осы ұят болады деген сөзді анда-санда естеріне алып отыр. Не істесе де, қандай жұмыс жасаса да, не бір жаңалықты бастаса да, осы ұят болады мен екеуін салыстырып барып істесе екен деп ойлаймын. Рахмет бүгінгі берген тағылымды, мағыналы сұхбатыңыз үшін. Елдің қызметімен әрқашанда шаршамай, сау болып жұмыс жасау нәсіп етсін. Әмин. Айтқаным келсін, айналайын.